жұрттар мені өліп қалды деп ойлап жатыр екен. Одан басқа мені сумасшедший деп жатыр екен. Айго деймін да. Зато тентек емеспін деп ойлаймын. Ондай балдарыма егерде жаман күн тиіп тұрса, например, мен не в таком месте, да, условиясы жоқ, балдарыма реально қиын болып тұрған жағдайда болсам, мен балдарымды ата енеме апарып тастар едім, өйтіп қинамаймын. Зато ондай жынды емеспін өзім, шыны керек. Өзімді ғана ойлайтын адам емеспін мен. Барлығын ойлап жатырмын. Барлығы тынышталсын, ойлансын, көп ойлансын, бір-екі ойланған болмайды. Көп ойлансын, не істеді маған, не жақсылық істеді, не жаманшылық істеді. Бәрін ойлап өзгеруге атсалсын. Мен де өзгеруге тырысып жатырмын. Құрдан құр жатқан жоқпын. Корейский язык жаттап жатырмын. Күні-түні ешнәрсе қарап та жатқан жоқпын интернеттен. Ойымды да қойып жатқан жоқпын. Өсек те салып жатқан жоқпын. Достармен де сөйлесіп жатқан жоқпын. Мамаға да звондап жатқан жоқпын. Өзіме сабақ беріп жатырмын. Сабақ оқу керек, корейский оқу керек, чтоб ішімдегі мұңымның бәрін детально айта алатын жағдайда болу үшін. А потом уже дальше не болады, сол болады. Мен ешқандай ешнәрсе қатысым жоқ, бәрі Алланың қалауымен, все плохое к лучшему. Так что ешқандай уайым жоқ менде. Ешкім үшін уайымдағым келмейді. Ой, аналар переживать етіп жатыр, онау болып жатыр. Болған кезде переживать ету керек еді, мен бар кезде. Қастарында болғанда міндеттерін жасап деген сияқты бәрін менің мойныма салмай, бәрін менің мойныма салды, міне балдарымды алып кеттім, салып жатыр, өмір сүріп жатыр, как есть, как раньше. Так что тура балдарды алып кетіп қалған кезде кредиттен де құтылғыш, бәрін жасағыш болып қапты. Көрсін, енді көреміз. Баланы алып қойса, алып қойсын, не какая разница. Алып қойсын, но с достоинствами анандай бүкіл күш қуатымен қиналып, барлық құжаттарды жасап, қиналып алсын. А не так, по закону бала еркекте болу керек деген сияқты емес. Маған ондай нәрсе керек емес. По закону еркекте болу керек болатын болса, алсын, но с таким қалай айтатын, күшпен тырысып, ақшасын бәрін құртып, бала қалай керек екенін түсініп, одан кейін алсын, баланың қадірін білсін, содан кейін алсын. Ауға деймен балдарым өседі, менің қасымда жүріп үйренеді. Менде уақытта әдейі соғысып жүрмін. Тапқысы келіп өліп бара жатса тапсын. Басқа бір қыздың баласы тапты ғой, ой тапсын. 메모리 많으니까. 아니 메모리 좋아 그냥. Мен 메모리 подругамызбен бірге мусор төгуге шықтық. Вот мусор. Той салып келе жатырмыз. Сәлем, қалайсыздар? Мен операциядан шықтым. Қазір операция жасады, опухоль шықты какой-то маленький, странный деді. Соны енді Қазақстан деп болған, соны енді проверкаға жіберейін деп жатыр. Көрет, что за опухоль у меня вышло внутри. Сол енді опасный сияқты, какой-то странный бір түрлі деді да. Врач 1 жыл болған шыққанына, жүре бергем, үлкен больницаға бар дегеннен кейін уақыт болмай, жұмыс. Үйдегілерге айтсам, барсай деп қойды, сөйтеді, болды, уайымдамайды да, еш нәрсе сондай сұрамайды да, қай жерің ауырып жатыр деген нәрселер сондай уайымсыз, сен үшін беспокоиться етпеген, мына оқыған жоқ қой, мынандай ғой деген сондай мелочный нәрселердің бәрі жиналғаннан кейін менің шыны керек терпениемді уже толды. И зачем мне жить в таком месте, где вообще за тебя не беспокоиться, да? Балдар өсіп жатыр, оқу керек деген сияқты өздерінің проблемаларымен жүр. Мен де өз проблемамды өзім шешейін деп осылай кеттім. Білмеймін, бұл видеоны қоям ба, сіздерге қоймайын ба? Видеоға на самом деле ешнәрсені айтпау керек. Мен қайда жүргенімді, кім маған көмектесіп жатқанды. Сол әйтеуір Кореяға ризамын, барлық условияны жасап, адамдарға осындай біз сияқты вигуттарға көмектесіп, сондай көмектесіп деген сияқты
оқытып бүкіл денсаулығыма қарап, енді құдай қаласа ендігі аптада тістерімді емдетемін. Бәрі тегін, үкімет көмектесіп жатыр. За то, что у меня проблема, баратын жерім жоқ. Сондай сол себепті, представляете? Сол рахмет сіздерге. Мен білмеймін, бұл видеоны қоям ба қоймайым ба. На крайний случай просто түсіріп жатырмын, что мен больницадамын, операция жасадым, қатты ауырды, сездім бәрін. Вообще ұйықтаған дұрыс екенше біліп істеткізгеннің өзі ауырады екен. Вообще неприятно. Вообще ұрыс берді маған Иса сарым. Қазір кесін жасатуға кетті, төлеуге кетті ақшаны. Ару Арман садикте. Сол уайымдамаңыздар. Бұның бәрі Алланың қалауымен мен осы центрге келдім. Асқым кетпес үшін, ауруым. Этот женский жақта сыртқы жақ бар ғой. Сыртқы жақ ішті баланы босанғанда ішімді кескен матка жақ бар. Осы матканың сәл төмен жері опухоль шыққан, маған бір ісік какой-то неудобно. Отырса Ару Арман тиіп кетсе ауырады да, отырса алдым ауырады. Солай 1 жыл жүргем, шыдап. Үлкен пионға бармай операция жасату керек дегеннен кейін кетіп қалатын шығар деген оймен кеткен жоқ. Соған центрге келгеннен кейін айттым, что-то ауырып жатыр осындай деп. Соны барып тексерткізді. Тексерткеннен кейін врач операция жасау керек деді. Сонымен осылай келдім. Сол өшірен қазір мұғалім келеді. Тетабея지, Ару? 아니, 아루도 아르만다 보고 싶은 게 있잖아. 맞아? 뭐 할게, 그런데? 아루씨? 대답해. 우주어는 아루가 할머니가 가고 싶어? 아니. 가고 싶어? 아니. 아빠가 가고 싶어? 아니. 왜? 안 가고 싶어? 저거 볼 거야. 뭐 볼? 어디서 크림 그래요. 뭐 보죠? 내미는 балапан даром 보이잖아. Мама, мама, хорошо. Точками. То идеально все. Идеально. 뭐. 가자. 가자. 알았어? 찍고 있어요? 얘를 이렇게 돌려서 첫 번째 거를. 너를 불러야지, 아르만. 무릎발. 이거 뭐야? 엄마 얘기해봐요. 피아노. 피아노. 엄마 거. 피아노 카메라 몰라, 엄마 몰랐죠? 바나나. 물어봐, 뭐. 여기 있잖아. 나무. 아이고, 잘한다, 아르만. 잘했어. 겨울나무. 이거 추울 때. 아, 잘했어. 아이고, 아르만 똑똑이야. 아루까 왜 제가 안 봐요? 엄마 그나나무. 뽐나무. 봄나무. 감나무. 감나무.
어떻게 알아? 감나무. 가을나무? 가을 말고 이거? 가을나무? 아니 이거 봄나무. 봄나무. 봄에 나오는 밤나무. 밤. 잘했어. 동물은 계란 껍질 안 먹잖아. 우리는 먹을 거야. 괜찮아. 아르마는. 괜찮아. 엄마 괜찮아요. 고마워 아르만. 괜찮아요. Успокойся, то отрыки слабо, 괜찮아. 괜찮아요. 모래 어깨 모래발 모래발 모래 어깨 모래발 모래 어깨 모래 꼬기 꼬기 일찍 하지마 꼬기 꼬기 얘기할 때 해. 고기 이렇게. 네 나 여기 올라갈 거야. 올리지 마. 아루 내려 위험해! 내려! 왜 말이 안 들어? 아루다 가라고 소리 zanus어. 아유 재물이 아니야. 아유가 재물이 아니야. Шыны керек осы центрге келіп балалар деген балдармен ойнап, демалып, әр жерге барып деген сияқты сонымен уақыт өтіп жақсы тәрбиеленіп жатыр. Мен де мысалға өзімнің балдарым не жақсы көреді, не жақсы көрмейді, садикте қалай воспитаниясы, мінездері қандай екенін біліп алдым осы жерге келіп. До этого мен всегда жұмыс істейтін едім, кешкі уақытта ғана келетін едім, таң ата ғана көретін едім. Сол кезде менің жүрегім жаман ауырып анандай бір түрлі болатын. Соған өте шүкір осы жерге келгеніме, кішкене болса да үйреніп жатырман. Осылай біз күнделікті тамақтанамыз, үйде осылай бірге үй жинаймыз, тамақ дайындаймыз, ойнаймыз, демаламыз. Уақытымыз бар тамақ дайындайтын, ыдыс жуатын, кейін уже жоғары көтеріліп өзіміздің комнатамызда білгенімізді істеп демалып жатамыз. Арасында бізді осылай кофешопқа апарады, қыдыртады, демалдырады, музейлерге апарады, балдарды қыдыртады, прогул жасаймыз, тауға шығамыз деген сияқты. Бұл жолы бізді кино түскен районға апарды. Кореяның көп ескі кинолары түскен жерге біз бардық, көрдік. Қазір сіздерге кішкене отрывоктар түсірдім, сіздерге қазір көрсетемін. Не деген кинолар? Ескі кино 2016-2013 жылдың кинолары, 2018-2021 жылғы кинолары да бар екен. Мына киноның качествосын мен көрдім. 와, 너무 깨끗해 진짜. 아니 옛날에 밑에 여기 올라가고 네네 우리 집
2층에 두고 하나는 2층에 두고. 그러면서 안 재도 돼요. 조금만 짜보세요. 너무 많이 하면 나중에 빡빡해져서. 이대로 이거는 2g 넣을까요? 네, 됐어. 2g. 야미 몇 살이야? 서울이야. 아루야 이리 와. 먹고 싶어? 엄마, 아니 왜 할머니 좋아. 하만 혼났잖아. 혼났잖아? 아니 그냥 혼났잖아 엄마가. 엄마 잊어버렸어요. 지금 괜찮아? 엄마 할머니 사랑해. 니도 사랑해 아루? 엄마, 왜? 괜찮아 엄마. 엄마, 아빠, 할머니, 할아버지 너무 사랑해. 아르만 니 곁에 대봐야지. 할머니 좋아? 네. 오 좋아. 보고 싶어? 네. 잘했어. 그렇게 해야지. 할머니, 오빠, 엄마, 할아버지 보고 싶어요. 진짜 아이고 고마워. 아루 니도 보고 싶어? 왜? 할머니 보고 싶어 얘기했잖아 엄마가 처음에. 엄마 잊을까요? Бізде бір ай өтті. Біз қазір уже мынандай ойын ойнап жатырмыз. Арма омаға ба. Массажничкая. Изян, өсіп қалды ма бір айда? 잘 가가. Изян. Осылай отырмыз ойнап. Шыны керек, мен осы центрге келіп, жақсы демалып қалдым. Балдардың тәрбиесіне қарап, денсаулығыма қарап, және де анандай чувство, как будто за тебя кто-то беспокоится. Жаңа Кореяда тұрғаннан кейін Кореяның бүкіл салт дәстүрін, тілді үйретіп, көрсетіп, неше түрлі кітаптар беріп, уайымдап біз үшін сондай чувство сезгеннен кейін жақсы тұрдым. Шыны керек, тұрып та жатырмын қазір. Еще балдардың тәрбиесіне где-то что-то неправильно если делаю, бір ұрсып қаламын балдарға, дұрыс тәрбиелемей қаламын, дұрыс сөйлемеймін. Сол кезде Әсел былай сөйлеуге болмайды, былай айту керек, осылай айту керек деп мені үйретіп жатыр. Осы уақытқа дейін үйретті енді мұғалімдер. Және де плюс маған бұл жердің қатты ұнайтыны, бұл үкімет, бұл жердің үкіметі бізге ақшалай береді. Осы үйден шыққан кезде біз құр ақшасыз болмасын деп екі балаға ақша беріп отырады. Примерно 1 миллиондай ақша аламыз. Былай қарасам, мен жұмыс істейтін болсам, қазір сыртта, и так-то сол 1 миллион жиналады, қалған ақшалардың бәрі расходқа, питанияға кетеді. Бұл жерде бүкіл расход, питанияның барлығын центрдің өзі береді. 감사합니다. 자, 아름만 더. 자, 아름만 여기 서고, 아름. 자, 세배 해보세요. 세배. 감사합니다. 아름 잘했어. 아루야, 여기에서 행복하게 오빠야 하고 동생들하고 살아요. 네. 아루. 예뻐? 귀여워. 재밌어 아루? 아루야, 이거 할래? 난 қараңыздар арман. 난 бәрін істеді. арман 누구 했어 이거는? 마니가. 많이가 했어? 혼자 했어? 네. 도와주는 거 사람들 있어? 네. 누구 도와줬어? 마니가. 아니 도와주는 그 사람 있어? 아니요. 혼자 했어? 네. 그렇게 말해야지. 와, қараңыздар. Bazı наукен кезде осылай мына жер істеген. Потом этот қазір қарасам уже тез істеп жатыр. 걱정하지 됐다, 마. 맛있어? 내가 따 먹을 수 있어. 진짜? 고마워. 더 많을 거야. 더 많을 거야. Центрге келгелі мен операция болдым. Арука бетін, шекесін ұрып алды, арман тісін сындырып алды, аузымен құлап.
арасында ойбу не болып кетті деп өзім қорқып сөйтіп келген едім. Наверное, сол енемнің уайымдап жатқан барлығы сол маған солай өмірдің сигналы болып келген болатын шығар деп ойлаймын. Таңғы 7 біз тамақ дайындап 엄마 얼굴, 그다음에 눈, 얼굴 머리가 해 눈. 머리. 눈. 안녕. 엄마 몸은 어디 있어? 몸. 안경. 안경이야? 엄마 뭐? 밑에 가지나 저 밑에 안 보여. 집이야. қараңыздар яғни мына Арука үй соғып жатыр. Арман мынандайды жақсы жазып тұрып жатыр. Кәдімгі басты күшті істететін нәрсе екен. Шыны керек, осы жерде жүріп біз тек қана осылай пайдалы тірліктермен айналысып күнімізді өткіздік. Мен балдарыма уақыт бөліп, балдарымның не жақсы көреді, не жақсы көрмейтін барлығын көріп, осылай отырып демалғаныма шыны керек рахаттандым деймін ба, білмеймін даже қалай айтатынын да. Вот осылай күйеуің осындай условия беріп қойса қандай күшті деймін да. Счетыңа ақша сал, балаларға қара деп отырасың спокойно, ақша үшін не переживаешь, балдарға без депрессия қарайсың, еще сабақты усердно оқисың, не ақша бермейді, не еш нәрсе бермейді, еще үйге отырғызып қойса, я этого не понимаю, честно. Сол үшін амал жоқ, мен де жұмыс істедім, жұмыс істеу керек, алатын зат бар, жейтін нәрсе бар, үйде отыра бермейсің ғой, енең алып келген затқа қарап, соны еш түсіндіре алмай қойдым мен сол үйге. Дұрыс тапты. Өзі тапты, көрдіңіздер ме?